Бегайдардың ырысы. Қазақ халық ертегісі. Арнаға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, Сарайшық деген өлкеде Бегайдар деген жігіт өмір сүріпті. Сан түрлі өнердің тілін біліпті. Бар білгенін саудаға салып бақ сынапты. Тиыннан сом, құлыннан үйір жылқы құрапты. Керуен жүргізіп, кіре тартуға да көңіл ауыпты. Ойдан орып, қырдан қырып қыруар табыс тауыпты. Баюды мұрат етіп, шаңырақта көтермейді. Байлық бітпей тұрып, үйлену бекер депті. Бірақ қанша пайдаға кенелсе де, берекесі болмапты. Сәулеті шалқып, дәулеті артқанмен табысына құт қонбапты. Малын бірде жұт, кейде ұрлапты. Дүниені қанша үйгенмен қардың суындай тез су алады. Содан мұның жұмбағын шеше алмай діңкеледі. Өміріне мұң, көңіліне дерт енеді. Бегайдардың бір көршісі бар екен. Үйлі баранды, шағын шаруалы ғана екен. Аз уақытта жұпыны үйі қыз бен ұлға толыпты. Алайда малдан 5-6 ғана ешкісі болыпты. Сонда да тұрмысы күннен күнге түрлене беріпті. Шаңырағына бақ кіріп гүлдене беріпті. Көршісінің бұл халін Бегайдарда аңғарыпты. Бірақ сырын таппай таң қалады. Қанша ойланса да құпиясына жетпей іштен тыныпты. Ақыры бірде сабыры сарқылып, былай деп көршісінен сұрайды. Әй, көршім, Құдай екеумізді қоңсы еткен екен. Бірақ саған берекелі мол төккен екен. Мал дегенде 5-6 ғана ешкі айдайсың. Сауып жерге 2-ін ғана байлайсың. Шиеттей бала-шағаң бар. Қоңторғай ғана шамаң бар. Бірақ қарның тоқ, қайғың жоқ. Басқаларға тигізер қайырың да көп. Ал мен жалғыз тұрамын. Саудамен жүріп дүние құрадым. Түйе, сиыр, жылқым да бар. Жинаған жиһаз мүлкімде бар. Бәрінің де баяны болмады. Тапқан малымнан жариям қалмады. Мұның сыры неде? Осыны маған түсіндірші, деді көршісі. Сонда көршісі былай деді. Иә, көршім, сенің жайыңды білемін. Мен де мұны байқап жүрмін. Бірақ мұның сырын саған айта алмаймын. Сонда да талабыңды қайтармаймын. Анау Қаратаудың басында 1000 жасаған данышпан бар. Қазына теріп, даналықпен табысқан бар. Ақылы дария бейне біркен, содан кеңес сұрағаның жөн, деді. Бегайдар ертесіне жолға шықты. Мойнына ала дор басыпты. Бетегелі белден өтті. Құлан жортпас шөлден өтті. Талай ауыл елден өтті. Аққуғазды көлден өтті. Темір етік теңгедей, темір таяқ тебендей болды. Табаны қатып емендей болды. Шаршап, шалдығып келе жатып, бір лашыққа тап келді. Ымырт үйіріліп, көз байланар тұсқа нақ келді. Ішке кірсе, кемпір шал және бой жеткен ақсақ қыз отыр екен. Бұлардың да бір шері көп, шерменде пақыр екен. Бегайдар сусын ішіп, дәм татуға аялдады. Оларға мән жайын баяндап берді. Шал сонда былай деді. Балам, талабың оң болсын. Табарың мол болсын. Құдайдың бергенін қанағат еткейсің. Мен де саған бір өтінішімді аманат еттім. Қызым бой жетті, міне көріп отырсың. Оны кімге ұзатқаным жөн, деді. Бегайдар сонда былай деді. Жарайды ақсақал, данышпанға сөзіңізді жеткіземін. Еш қапа болмаңыз. Тек тілегімді тілеп бата жолдаңыз, деді. Ақсақал ақ батасын төкті. Бегайдар алғысын айтып аттанып кетті. Ұзақ жол жүріп,
бір бәйтеректің түбіне келіп демалды. Әл жиған соң орнынан тұрып кетуге жиналды. Сол кезде бәйтерекке тіл бітіп: «Ей, Бегайдар, жақсы жігіт артаңдар, жаман жігіт малтаңдар. Өзіңдей жомарт дархан бар, саған да бір қолқам бар. Айтсам егер мол қайғым, тамырымды тереңге жайдым. Судың асылын таттым, құнарлы топыраққа баттым. Бірақ бедеу діңімнен ештеңе өнбейді. Бұтақтарым жеміс бермейді. Мұның қандай жұмбағы бар? Өшті ме, әлде шын бағым ал?» деді. Бегайдар құп деді. Мұның да аманатын мойнына жүктеді. Сөйтіп, арып ашып әрең дегенде данышпанға келді. Данаға жетісімен алдымен сәлем берді. Данышпан жөн сұрасып: «Иә, балам, өзің бір мақсатың бар жандайсың. Талабыңа жетуден бір танбайсың. Құсты қанаты ұшырады, жігітті талабы ұшырады. Қадамыңды Құдай қолдапты, ғайып ерен 40 шілтен сапарыңды қолдапты. Ал ендеше айта отыр, қандай мұратпен келдің? Жолда кіммен жолықтың? Кімдерді көрдің?» деді. Сонда Бегайдар былай деді: «Мен талпынып табыс табамын, сауда-саттықтың нарқын бағамын, терлеп, іштеп табанымнан таусылдым. Еңбек етіп бейнетіне жаншылдым, бірақ береке дарымады. Қорам бәрібір түлікке жармады. Көршімнің шағын тұрмысы бар, бірақ жұртқа берер үлгісі бар. 5-6 ғана ешкі айдайды, сүтімен күн көрісін сайлайды. Шеттей бала шағалы, бәрін өзі бағады. Сонда да жадырап күледі. Күн өткен сайын бағы да түледі. Соның сырын білгім келеді. Ақылыңызды діліме түйгім келеді. Сол себептен сапар шектім. Шал мен кемпірге бәйтерекке кездестім. Олардың да тілегін ала келдім. Аманатын жүктеп мойныммен көтердім» деді. Данышпан басын шайқады. Мынау енді айтқаны: «Ай, баламай, баламай, бас екеу болмай мал төртеу болмайды. Ақ жаулықсыз шаңырағыңа бақпен құт қонбайды. Әділетсіз болса би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас. Құдай үйдің берекесін әйелдің алақанына жасырған. Жақсы әйел жаман үйдің де мерейін асырған. Көршіңнің ақылды әйелі отбасын ырысқа бөледі. Әулеті мол отауға сәулет пен дәулетте енеді. Енді кейін қайт. Аманат иелеріне осыны айт. Бәйтеректің түбіне ат басындай алтын көмілген. Алтынның буы тамырдың нәрін кемірген. Соны қазып шығарда шалдың үйіне бар. Алтынды қалың мал ретінде беріп қызын алып. Қыз баланың қимасы, әдебі мен ибасы ғой. Ол қыздың ибасы иманының шұғыласы еді. Қайырым мен мейірім жүрегінің құбыласы еді. Аяғы ақсақ болса да ақылы мол. Ақылды жар алғанның бағы да зор болады» деді. Бегайдар данышпанның айтқанын орындады. Бәйтеректің түбінен алтынды қазып алды. Оны қыздың қалың малы ретінде табыстады. Сөйтіп ризалығын алып, ақсақ қызға үйленді. Ол еріне алтын қасықтай 3 қыз бен алтын асықтай 3 ұл туып берді. Ұзамай отбасына береке кіріп, ырысы тұрақтады. Тілектері орындалып, мұраттарына жетті. Осылайша алыстан іздегенін қасынан тауыпты. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген сөз осыдан қалыпты. Соңы. Қазақша қызықты ертегілер ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп, қолдап отыруларды ұмытпаңыздар. Рахмет.